Балалар, қал жағдайларың қалай? Қашықтықтан оқып қиналмай жатырсыңдар ма? Егер сендерге көп сабақтар түсінбей жатқан болсаңдар, өзімді көріп тыңдағанға не жетсін? Мұғалімді көріп, сондықтан осындай видео түсіріп тұрмын. Бүгінгі сабағымды осындай видео сабақпен түсіндіре кетейін. Мынау экранның бетіндегі сендердің оқулықтарың. Осы оқулықтың барлығында бар деп ойлаймын. Сондықтан ашып, кітаппен бірге жұмыс жасап, қысқаша түсінбеген жерлерін түсіндіріп, бірнеше сұрақтар қояйын. Ары қарай тапсырма орындайсыңдар, балалар. Ал енді, балалар, қашықтықтан оқыған кезде жауапкершіліктің барлығы сендерге артылады. Өздерің ізденіп, үйде мұғалімнің көмегінсіз, еркін отырып, үй жағдайында оқитын болдыңдар, балалар. Сондықтан сендер өте белсенді, шығармашыл, ізденімпаз болуларың қажет. Ал сабағымызды жалғастырайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы білімленте орындап жүрсіңдер, бірақ ол жерде бірнеше тесттерге жауап беріп оқығандарың бар. Ал енді кітапқа қарап талқылайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сол Аяз би ертегісі. Аяз би ертегісі. Ал бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып, шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу. Балдар, осы мақсатқа жету үшін осы тапсырманы қазір сендерге сабақтың соңында айтам, соны орындайтын боласыңдар. Балалар, ертегі дегеніміз не? Өте жақсы білесіңдер, балалардың әдебиетіне жатады ол, жақсы көресіңдер деп ойлаймын. Ертегі халық ауыз әдебиетінің үлгісі болып саналады, балалар. Ол бірнеше түрге бөлінеді. Осыдан алдыңғы сыныптарда бастауыштан бері оқып келесіңдер. 5-ші сыныпта да ертегі оқығанбыз. Естеріңде ма? 5-ші сыныпта әдебиет кітабын ашқан кезде алғашқы ертегі кім туралы еді? Естеріңде ма? Керқұла атты Кендебай ертегісі, қиял ғажайып ертегі еді. Ал енді біз биыл 6-шы сыныпта ертегінің бір түрі шыншыл ертегісі үлгісімен ауыз әдебиетіне мұра болып қалған Аяз би ертегісін өтетін боламыз. Міне, балалар, сендердің оқулықтарың, мен бетін жылжытып көрсетіп тұрмын. Сендерге электронды оқулық. Ертегі 3-ке бөлінеді. Есімізге 5-ші сыныпта түсіре кетейік. Қиял ғажайып ертегілер, жан жануарлар, шыншыл ертегілер. Сол шыншыл ертегілердің бірі Аяз би ертегісі. Не үшін шыншыл ертегі деп айтылады екен? Не үшін қиял ғажайып емес? Ал көрейік. Шыншыл ертегілерде өткен ғасырдағы қоғамның, халықтың өмірі, тұрмысы суреттелген. Онда басқа ертегілердей қиялдан, ойдан туған ғажайып кейіпкерлер болмайды. 7 басты дәу, 3 басты айдаһар деген, ұшар кілем, саққұлақ деген сияқты, таусоғар, мыстан кемпір деген болмайды. Шын өмірдегі адамдардың өмірлік жағдаяттары туралы болады екен. Міне, шыншыл ертегілердің басты кейіпкерлері, қаһармандары қарапайым адамдар. Ал енді, балалар, жалғастырайық. Аяз би ертегісі. Аяз би ертегісінің оқулықтарыңнан оқып жүрген боларсыңдар. Өте қызықты, Ертеде бір Мадан хан деген болған екен. Ол өте ақылды, тапқырлығы өзінің заманында көп хандардан артық екен. Демек, ақылды хан болған екен, балалар. Ары қарай 40 уәзірі болады. 40 уәзірін бір күні бір сынап көрейін деп әлде бір тапсырма берейін деп шешкен екен. Сонымен оларды не үшін жібереді? Қандай тапсырма береді, балалар? Өте жақсы біліп тұрсыңдар, Оларға 40 уәзірге 3 тапсырма береді. Шөптің жаманын, құстың жаманын, адамның жаманын тауып келіңдер дейді. 40 уәзір жолға шығады. Жолда келе жатқанда не табады?
жолда жантақтары бар киімді, адамның киімін жыртатын, ешқандай пайдасы жоқ деп ойлап, шеңгелді шөпті тауып, өзі тікен арасынан жүрсе киім жыртады, мал жемейді екен. Шөптің жаманы осы ғой деп соны алып алады екен, Одан кейін құстың жаманы қырғауылды көреді. Қырғауыл құсы қоңыр түсті болады. Көрікті емес негізінде ол. Көрікті құс болып саналмайды, бірақ өте пайдалы болады. Енді сол құсты көріксіз құс екен деп, құстың жаманы осы шығар деп соны алып алады. Ары қарай жолда кетіп бара жатқан кезде алдыларынан бір кісі шығады. Ол кісі кім, балалар? Ертегіні оқыған балалар өте жақсы біліп отыр. Ол Жаман деген кісі. Ол кісінің есімінің өзі Жаман. Ол қойшы болады. Үсті жұпыны киінген, шапаны жыртық. Айдалада жалғыз өзі қой бағып жүрген шопан болады. Ал осы адамның түрі көріксіз екен. Киімі жыртық, айдалада бір өзі жүр, ешкімі жоқ деп соны алып алады екен, балалар. Сонымен мен қысқаша ғана айтып жатырмын. Ал енді балалар, ары қарай ертегіні сендер жалғастырып оқисыңдар. Өте қызықты. Енді менің айтқан тапсырмамды орындайық. Міне мына жерде мектепте сабақ оқыған кезде орындайтын тапсырмалар бар. Енді онлайн сендерге келесі сабақ тағы да тапсырма берем. Бүгінгі сабағымыздың мақсатын орындау үшін былай істейсіңдер. Аяз би ертегісі қай заманда болған және оқиғаның орнын, кейіпкерлердің бейнесін сипаттайсыңдар. Балалар, ханның түр сипатын сипаттап жазсаңдар болады. Немесе Жаманның түр сипатын сипаттап жазсаңдар болады. Кітапта оқыған кезде бәрін суреттемесі бар негізінде. 40 уәзірді қалай елестетесіңдер? Оларды сипаттап жазсаңдар болады. Көркемдегіш құралдарды пайдаланып. Демек, көркемдегіш құралдар дегеніміз ол суреттеу, бейнелеу, адамның түр сипатын, портретін сөзбен жеткізетін болсаңдар, солар бейнелеу, суреттеу деп айтылады, балдар. Ал енді ары қарай ертегіні оқып, тапсырманы дәптерге жазып, маған жолдайтын боласыңдар. Келесі сабақта осы Аяз бидің ертегін толық оқып қойсаңдар, ары қарай қызықты тапсырмалар беретін боламын. Балдар, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Түсінбеген сұрақтарың болса, маған жолдаңдар, балдар.